Алматының елес автобусы туралы естіп пе едің? Бұл жүректі түршіктіретін Қазақстандағы қалалық аңыз түнде кешкі автобус күткенде 2 рет ойландыруы мүмкін. Айсыз қара түндерде қайдан пайда болғаны белгісіз ескі сықырлаған 66 нөмірлі автобус шыға келеді дейді. Ол мүлде дыбыссыз жүреді, рөлде ешқандай жүргізуші болмайды, терезелері қап-қара, бірақ кей адамдар ішінде көлеңкелі бейнелерді көрдік дейді. Олардың жүздері әйнекке жабысып, көздері қуыс, бос болады екен. Аңызда бұл автобус елес өз бағытымен мәңгі жүретін, адасқан жандарды теріп алатын, ал оған мінуге батылдық еткен жан одан кейін ешқашан көрінбейді. Тұрғындар бұл басқа әлемге апаратын көпір, белгісізге бастайтын бір жақты жол дейді. Сондықтан егер түнде Алматыда үнсіз келе жатқан жүргізушісіз автобусты көрсең, қалайда болса мінбе. Көргендеріңе рахмет.